Бүгінгі сабақта тригонометриялық теңдеулерді көбейткіштерге жіктеу әдісімен шешеміз. Тригонометриялық теңдеулерді көбейткіштерге жіктеу кезінде біз қосындыны түрлендіру арқылы қосылғыштардың әрқайсында бірдей көбейткіш болатындай етіп жазып аламыз. Яғни мына жерде 2 еселенген синус 2х қосылған синус х өрнегі тұр теңдіктің сол жағында. Енді синус 2х-тің біз білеміз қос аргумент екендігін, оны формула бойынша былай жазуға болады. Синус 2х-ті 2 синус х көбейтілген косинус х қосылған синус х-тің өзін жазамыз. Бұл өрнектен енді теңдіктің сол жағындағы өрнектен қарап тұрсақ, синус х ортақ көбейткіш болып тұр. Өзіміз білетіндей, ортақ көбейткішті жақша сыртынан шығарып жібереміз. 2-ні 2-ге көбейтіп 4 косинус х қосу, синус х жақша сыртынан шыққанда 1 болады. Енді көбейтіндінің мәнінің 0 болу үшін көбейткіштердің әрқайсының 0-ге тең болу керек екенін еске түсірсек, синус х тең 0 немесе 4 косинус х қосу 1 тең 0 теңдеулер алынады. Синус х тең 0 теңдеуі біз білеміз дербес жағдай. Синустың 0 болуы пи n арқылы анықталатын. n бұндағы бүтін сандар жиынынан алынады. Екінші теңдеуді шешсек, теңдіктің сол жағындағы плюс 1-ді оң жаққа минус 1-мен шығарамыз. 4 косинус х тең минус 1. Көбейту 4-ті бөлу 4-пен шығарып жібереміз. Минус 4-тен 1. Енді минус 4-тен 1 ол минус 1 плюс 1 аралығында жатады. Олай болса, бұл теңдеудің түбірі бар. Ол түбірді біз былай табамыз. Минус болған жағдайда плюс минус арк косинус минус 4-тен 1 плюс 2 пи n. Немесе 2 пи к дейік. Мына жаққа біз n жаздық. К бұндағы бүтін сандар жиынынан алынады. Енді арк косинус минус 4-тен 1. Арк косинус тақта емес, жұпта емес. Оның аргументі теріс болғандағы мәнін табу үшін біз пиден алып тастаймыз. Олай болса, х тең плюс минус пи минус арк косинус 4-тен 1 плюс 4-тен 1, мына жақшаны жауып қойайық, 2 пи к. Ондағы к зетчиннан. Міне біз аргументі әртүрлі болатын тригонометриялық функциялардың қосындысы, оны көбейткіштерге жіктеу арқылы түбірін табу алуға болады екен. Тригонометриялық теңдеулерді көбейткіштерге жіктеу әдісімен шешуге тағы бір мысал келтірейік. Мына жерде біз көріп тұрғанымыздай синус х, 3 косинус 3х, синус 7х тригонометриялық функцияларының қосындысы түрінде беріліп тұр. Ол бұндай түрде берілген өрнекті көбейткіштерге жіктеу үшін біз 3 косинус х-тің өзін қалдырып қоямыз да, синус х плюс синус 7х-ті топтап аламыз. Синус х қосу синус 7х-тің өзін бір бөлік жазайық та, 3 косинус 3х тең 0 деп жазайық. Енді бұл жерде өзіміз синус х пен синус х-тің қосындысын көбейткіштерге жіктеу формуласын қолданамыз. Яғни 2 синус х қосылған 7х бөлінген 2 косинус х азайтылған 7х бөлінген 2 минус 3 косинус 3х тең 0 деп жазып алайық. Енді 2 өз жазылсын. Синус аргументтер х-ті 7х-ке қоссақ 8х, 8х-ті 2-ке бөлсек 4х болады. Косинус х-тан 7х азайтсақ минус 6х, минус 6х-ті 2-ке бөлсек минус 3х, косинус жұп функция болғандықтан минусты тастап біз 3х деп жазсақ болады. Минус 3 косинус 3х-тің өзін жазып алайық. Енді берілген теңдіктің сол жағында тұрған өрнектен косинус 3х-тің ортақ көбейткіш болып тұрғанын көріп тұрмыз. Олай болса, косинус 3х-ті жақша сыртына шығарып жіберейік. Сонда 2 синус 4х қалады жақша ішінде. Минус 3 тең 0 деген теңдеу пайда болады. Тағы да көбейтіндінің мәні 0 болу үшін көбейткіштердің әрқайсысын жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Сонда бізде бірінші косинус 3х тең 0 немесе 2 синус 4х минус 3 тең 0 деген теңдеулері пайда болады. Әр теңдеуді жеке-жеке шешеміз.
синус 3х тең 0 теңдеуінен ол дербес жағдай, онда жалпы формуланы қолданбаймыз. Аргумент 3х тең болады, косинустың 0-ге тең болатыны пи бөлінген 2 плюс пи n формуласымен анықталатын. Енді бұндағы зетчиннан енді x-ның алдындағы коэффициент 3-ке көбейтіліп тұр, x саны айнымалысы. Ендеше 3-ке барлығын мүшелеп бөліп шығамыз. Сонда x тең пи бөлінген 6, пи n бөлінген 3, n бұндағы зетчиннан болады. Енді екіншісін шешеміз. Минус 3 теңдіктің оң жағынан, сол жағынан оң жағына өтеді. 2 синус 4х тең 3. 3-ті 2-ге бөлеміз. Синус 4х тең болады 1,5. Енді біз білеміз, синустың мәндер облысы минус 1 плюс 1 аралығы. Олай болса 1,5 мәндер аралығында жатпайды. 1,5 минус 1 плюс 1 аралығында жатпайды. Олай болса бұл жағдайдағы теңдеудің шешімі болмайды. Шешімі жоқ. Сонда берілген синус x минус косинус x плюс синус 7x тең 0 теңдеуінің түбірі пи бөлінген 6 плюс пи n бөлінген 3 болады екен. Мына тригонометриялық теңдеуді шешу керек. Бұл тригонометриялық теңдеуді шешу үшін де көбейткіштерге жіктеу әдісін қолданайық. Бірақ біз бағанағы алдындағы пайдаланған мысалдағыдай топтап жіберіп көбейткіштерге жіктеуді қолдана алмаймыз. Енді бұл жағдайда не істеу керек? Қарап отырсақ, синус квадрат x, синус квадрат 2x, синус квадрат 3x. Барлығында синустың квадраттары және аргументтері әртүрлі болып тұр. Олай болса, бұндай теңдеулерді шешкенде дәрежені төмендету ережесін пайдаланамыз. Дәреженің төмендету ережесі естеріңізде болса былай жазылатын еді. Синус квадрат x-ның дәрежесін төмендету үшін 1 минус косинус 2x бөлінген 2 деп қолданатынбыз. Минус 2-ның өзі. Енді синус квадрат 2x-ның дәрежесін 1 минус косинус 4x дейміз. Себебі 2x-ті 2 еселегенде 4x болады. Арғарай 2 көбейту 1 минус косинус 6x болатын. 3x еселесек 6x болады. Бөлінген 2 тең 1. Яғни біз осы жазуда синус квадрат x-ның дәрежесін төмендету формуласын, синус квадрат 2x-ның дәрежесін төмендеттік, және синус квадрат 3x-ның дәрежесін төмендетіп формула бойынша жазып алдық. Енді бірдей алымында да бөлімінде де тұрған бірдей көбейткіштерді қысқартып жіберейік. Сонда қандай өрнек пайда болады бізде? 1 минус косинус 2x минус болғандықтан бөлшектің алымында тұрған өрнектердің таңбалары өзгереді. Косинус 4x плюс мына таңба 1 минус косинус 6x тең болады 1. Енді бұл жерден ұқсас мүшелерін біріктіріп алсақ, плюс 1 мен минус 1 қарама-қарсы сандар болғандықтан жойылады. Теңдіктің сол жағында тұрған плюс 1 мен оң жағындағы тұрған плюс 1-лер жойылады. Сонда бізде мынандай теңдеу пайда болады екен. Минус косинус 2x плюс косинус 4x минус косинус 6x тең 0 деген теңдеу пайда болды. Енді бұл жердегі барлығын минус 1-ге көбейтіп жіберетін болсақ, теңдікті оң жағында, сол жағында минус 1-ге көбейтсек, косинус 2x минус косинус 4x плюс косинус 6x тең 0 деген теңдеу пайда болады. Енді бағанағы алдындағы мысалдағыдай екеуін өзара топтап көбейткішке жіктеп жібереміз. Ол жерде косинус 2x, косинус 4x, косинус 6x болғандықтан ең кіші аргументі бар косинуспен, ең үлкен аргументі бар косинусты топтап, ортаңғысының өзін жазып қоямыз. Сонда косинус 2x қосылған косинус 6x-ті көбейткішке жіктейміз, ал косинус 4x-ті қазірше өзін қалдыра тұрамыз. Косинустың қосындысын көбейткіштерге жіктеу формуласын қолданамыз. 2 косинус 2x қосылған 6x бөлінген 2 косинус 2x азайтылған 6x бөлінген 2 минус косинус 4x-тің өзін жазып қоямыз. Енді аргументтегі тұрған өрнектерді орындап алайық. 2x-ті 6x-ке қоссақ 8x, 8x-ті 2-ге бөлсек 4x болады. Косинус 2x-тен 6x-ті азайтсақ 4x,
минус 4х. Минус 4x'ті 2-ге бөлсек, минус 2х. Косинус функция болғандықтан минусты тастап кетуге болады. Минус косинус 4x'тің өзін жазамыз. Тең 0. Енді бұл жерде косинус 4x'іміз ортақ көбейткіш болып тұр. Жақша сыртына шығарып жібереміз. Косинус 4x'ті. Онда жақшаның ішінде 2 көбейтілген косинус 2х минус 1 тең 0 деген теңдеу қалады. Енді көбейтінді 0 болу үшін көбейткіштердің әрқайсысын жеке-жеке 0-ге теңестіріп жіберейік. Сонда косинус 4х тең 0 бірінші жағдайда. Одан косинустың 0 болатын мәндері пи бөлінген 2 плюс пи n екенін білеміз. nz чиннан 4-ке 2 жағын мүшелеп бөлеміз. Пи бөлінген 8, пи n бөлінген 4, одан n-нің мәні z чиннан алынған дейміз. Ал екінші теңдеуден минус 1-ді, яғни 0-ге теңестірсек, екіншісі косинус 2х деймізді. Минус 1-ді 1-ден оң жаққа өткізіп, 2-ге бөлеміз, сонда 2-ден 1-ге тең болады. Ал косинустың 2х-ға тең болатын мәнін табу үшін 2х деп жазайық. Мына жерде 2х тең болады плюс минус арық косинус 2-ден 1. Арық косинус 2-ден 1-дің мәні пи бөлінген 3, период 2 пи к, кз чиннан алынады. Енді көбейту 2-ден бәрін 2-ге бөліп жіберу керек. Х тең плюс минус пи бөлінген 6 плюс пи к дейміз. Мұндағы к z чиннан, яғни пи бөлінген 3-ті 2-ге бөлсек, пи бөлінген 6, 2 пи к-ны 2-ге бөлсең, пи к болады. Сонда берілген теңдеудің түбірлері қандай сандар болып шықты? Берілген теңдеуде x-тің мәні пи бөлінген 8 плюс пи n бөлінген 4. Ондағы nz чиннан алынған ол бір түбірі болады. Екінші түбірі плюс минус пи бөлінген 6 плюс пи к kz чиннан алынған. Периодтың қайталануы бойынша оның барлық түбірлерін осы екі формамен жазып көрсетуге болады.